Сарапшылардың айтуынша, Ресей әскерінің Донбасқа шабуыл жасау белгілері ұлғайып барады. Bir жағынан, Ресейдің Украинаны тез жаулап алам деген жоспары орындалмаған. Бұған жоспардың дұрыс болмауы, логистикадағы қиындықтар, Украина әскерінің шама-шарқын бағаламау себеп болып отыр. Осылайша Ресей үлкен шығынға ұшырады. Екінші жағынан, Ресей әскерін Украинаның солтүстігінен алып кетсе де, беті қайтқан әскери бөлімшелерді қайта топтап, тың шабуылға шығуы мүмкін. Мұндай болжамды америкалық және британдық арнайы қызметтің мәліметтері де келтіреді. Мәселен, Пентагон таратқан ақпаратқа сәйкес, Ресей Харьков облысына 1000-ға тарта сарбаз кіргізген, ал Белградтағы тактикалық батальон топтарының саны 30-дан 40-қа дейін көбейтілген. Ал әр батальон топта 600-ден 1000-ға дейін сарбаз бар. ақш болса, Ресей алдағы уақытта соғыс ошақтарына резервтен 10 мыңдаған әскер тартуы ықтимал екенін болжайды. Америка сондай-ақ соғыстағы сәтсіздігіне қарамастан Ресейдің Украина аумағында соққы бере алатын әскері қалғанын ескертеді. Батыс әскерилерінің пайымдауынша, Ресей бұдан бұлай бұрынғы жоспардан бас тартып, азырақ аумақта, әсіресе Донбастың шығысында сәтті іс-қимыл жүргізуге әрекеттенуі мүмкін. Сарапшылар Донбас үшін кескілескен шайқас болмай қоймайды деп есептейді. Алайда Мәскеу тағы да Киевті басып алуға тырыса ма деген сұрақтың басы ашық күйінде қалып отыр. Бұл соғыс қалай аяқталады? Өткен аптада немістің CDL телеарнасы соғыс аяқталуы мүмкін 6 сценарийдің барын жариялады. Бірінші сценарий: Ресей Украинаны толық жеңеді де, сол елге өзінің айтқанын орындап, айдауына көнетін билік орнатады. Әйтсе де, жан алысып жан беріскен украиналықтардың қарсылығы бұл сценарийдің орындалуы екіталай екенін көрсетеді. Бірақ сарапшылар олай мүлде болмайды деп те айтуға әлі ерте дейді. Екінші сценарий: адам мен инфрақұрылым шығыны өте көп болғандықтан Украина капитуляция туралы құжатқа қол қояды. Дегенмен украиналықтардың қарсылығының берік болған соншалық, сарапшылар бұл сценарийдің де орындалуын жоққа шығарады. Үшінші сценарий: Ресей әскері тағы сәтсіздікке ұшырайды да, екі тараптың бірде-бірі алға жылжи алмайды. Егер Ресей шабуылының екінші толқынынан тағы ештеңе шықпаса, сценарийдің осы нұсқасының болуы әбден мүмкін. Төртінші сценарий: Ресей басқыншылығы құрылымға кетеді де, Украина жау әскерін соғыс басталғанға дейінгі позицияға сырады. Сарапшылар бұл нұсқаны тізімнен алып тастауға болмайтынын айтады. Бесінші сценарий: НАТО елдерінің бірі қақтығысқа тартылып, мұның арты үшінші дүниежүзілік соғысқа апарып соғады. Сарапшылар бұлай болуы неғайбыл десе де, аталған сценарийді мүлде жоққа шығаруға болмайды. Алтыншы сценарий: Ресейде халық көтеріліп, Путинді тақтан тайдырады. Мұның соңы екі жақты соғыстың аяқталғанын білдіреді. Саясаттанушылардың айтуынша, бұлай болуы ықтималдығы да өте төмен. Шетелдік сарапшылардың болжамы осындай.